Каналың өспей жатса, мәселе үлкен ықтималдықпен алгоритмде емес. Соңғы бірнеше аптада мен кіші каналдарды талдап жүрмін. Олардың барлығында дерлік дәл осы 5 қатені көремін. Адамдар видео түсіреді, еңбек сіңіреді, монтаж жасайды, обложка дайындайды, бірақ каналы бәрібір өспейді. Неге? Себебі көп адам YouTube видеосын жасамайды. Олар YouTube'қа жай ғана видео жүктейді. Ал мына екеуі мүлде екі түрлі нәрсе. Бүгін мен саған кіші каналдардан көретін сол 5 қатені айтып беремін. Бұл қателердің бірі ғана сенде болса, каналыңның өсуін айтарлықтай баяулатып тұрғаны болуы мүмкін. Соңына дейін қара, әрқайсысын өзіңнен тауып түзете аласың. Жаңа бастаған каналдардан ең көп көретінім мынау. Видеоның тақырыбы бар сияқты көрінеді, бірақ шын мәнінде жоқ. Мысалы, тақырыптар былай болады: влог, жаңа видео, бір күнім, YouTube'та өсу, мотивация, өмірім өзгерді. Қарашы, бұл тақырып емес, бұлар категория сияқты. Ал көрермен видеоға кірмей тұрып бір нәрсені білгісі келеді. Мен бұл видеодан не аламын? Егер тақырыбың мен обложкаң осыған жауап бермесе, көрермен баспайды. Мысалы, YouTube'та өсу дегенді алайық. Өте жалпы тақырып. Ал оны мынаған өзгертсек, 1000 жазылушыға қалай жетуге болады? Айырмашылықты сез. Бірінші тақырыпта көрермен не көретінін білмейді, екіншісінде тақырып нақты. 1000 жазылушыға жету жолын айтады. Кіші каналдардың көбі дәл осы жерде ұтылады. Себебі видеолары нақты бір мәселені шешпейді. Өзіңе мынаны қой: менің видеом кімнің мәселесін шешеді? Егер жауабың анық болмаса, сенде ниша жоқ деген сөз. Видеоңда анық емес деген сөз. Екінші қате: тақырыбың мен обложкаң ешқандай уәде бермейді. Мынаны әдейі айтуым керек: кіші каналдар тақырып пен обложканы видеоны сипаттау үшін қолданады. Бірақ олардың жұмысы видеоны сипаттау емес. Олардың жұмысы басуға себеп жасау. Мысалы, мындай тақырыпты елестет: YouTube'тағы тәжірибем. Бұл тақырып ештеңені уәде етпейді. Адам неге бассын? Тәжірибең қандай екені белгісіз, қанша айдан бері YouTube'та екенің белгісіз, қанша тапқаның белгісіз. Ал тақырыпты былай өзгертсең: 3 ай контент жасадым, осыларды бастан білсем ғой деймін. Қара, мен видеоны сипаттаған жоқпын. Мұнда 3 айдан бері контент жасап жүрген адам бар, әрі ол жіберген қателерін айтады. Өте нақты әрі уәде береді. Бұл басқызатын уәде. Мұнда қызығушылық та бар, тәжірибе де бар, нәтиже де бар. Көрерменнің басында мына пайда болады: осы адам жіберген қателерді мен де жіберіп жүрмін бе? Тақырыпта мына үшеудің кемінде біреу болу керек. Не мәселе, немесе нәтиже, немесе қызығушылық. Мысалы, мәселе үшін каналың неге өспейді? Нәтиже үшін алғашқы 100 жазылушыға жету үшін не істеу керек? Көрермен кіргенде нәтижені біледі. Ал қызығушылық керісінше жауапты бермей сұрақ тудырады. Айтпақшы, дәл қазір көріп отырған видеоның тақырыбы қызығушылық тудыратын тақырып. Есіңде болсын, тақырыптың жай ғана әдемі көрінуі жеткіліксіз, ол басуға себеп беруі керек. Үшінші қатені шынымен жиі көремін. Обложкаң мен тақырыбың бір нәрсені уәде етеді, бірдей нәрсені айтады. Тағы сөз саламын, мысал берейін. Тақырыпқа YouTube'та өсу тактикалары деп жаздым. Сосын обложкаға YouTube'та өсу тактикалары деп жазам. Яғни саған екі бөлек орын берілген, сен екеуіне де бірней нәрсені жазып, мүмкіндігіңді босқа жұмсайсың. Тақырып пен обложка бір-бірін қайталамасын, бір-бірін толықтырсын. Мысалы, тақырыбың кішкентай каналдардың өспеуінің 5 нақты себебі болса, обложкаға 5 себеп деп жазудың қажеті жоқ. Обложкаға басқа нәрсе жаз. Мұны сен де жасап жүрсің. Немесе каналың осыдан тоқтап тұр. Тек обложкада 3-4 сөзден аспа. Ішінен ең соққылысын таңда. Сонда басу пайызы өседі. Есіңде болсын, обложканың жұмысы видеоны ұзақ-ұзақ түсіндіру емес, эмоция беру, қызығушылық ояту, көрерменнің көзін іліп қалу. Себебі бұған сенде небәрі 2 секунд бар. Тағы бір нәрсе: мобилді ұмытпа. Көрермендердің көбі видеоны енді телефондан көреді. Photoshop'та немесе Canva'да үлкен әдемі экранда көрінген дизайн телефонда қоқыс сияқты көрінуі мүмкін. Менің өзім қолданатын бір нәрсе бар: алдымен суретті жасаймын, сосын оның ең кішкентай күйде көрсетіп, өзіме сұрақ қоямын: мен мұны 1 секундта түсіне алам ба? Егер жауабым жоқ болса, қанша көркем болса да оны қайта жасаймын. Себебі түсініксіз болғаннан кейін өнер жасаудың да мәні жоқ. Төртінші қатеге келдік: алғашқы 30 секунд. Мұны бұл арнада бірнеше рет айттым. Видеоның ең маңызды бөлігі алғашқы 30 секунды. Мысалы, дәл қазір көріп отырған видеоңда сен осы минутқа дейін қалдың, әрі үйренгің келеді. Үлкен ықтималдықпен соңына дейін де көресің. Бірақ менің қызықтыра алмаған аудиториям да бар. Ал ол аудитория сондай үлкен. Мен оларды дәл осы алғашқы 30 секундта жоғалттым. Шынымды айтсам, мен әлі күнге дейін видеоны жақсартам дегенде ең алдымен сол алғашқы 30 секундқа назар аударам. Ал көп адам олай емес. 10 минуттық видеоның 8-ші минутына көп еңбек сіңіреді. Жоқ, бар энергияңды видеоның басына сал. Қалған энергияңды кейінгі минуттарға қалдыр. Сен өзің видеоңды көргенде алғашқы 30 секундың жақсы сияқты көрінеді. Бірақ ашығын айтайын, мен көрген кіші каналдардың алғашқы 30 секундының барлығы дерлік қате. Мысал керек па? Сәлеметсіздер ме? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мынандай тақырыпты айтамын. Видео ұнайды деп
деп үміттенем. Лайк басуды, жазылуды ұмытпаңыз. Қара, бұл бәлкім 10 жыл бұрынғы кіріспе. Себебі саған жаңа көрермен келіп тұр, ол сені әлі танымай, саған уақыт қарыз емес. Сен оған алғашқы секундтарда неге қалу керек екенін көрсетуің керек. Обложкадағыдай мәселе, қызығушылық нәтиже. Дәл сол үшеуін алғашқы 30 секундта бер. Көрерменнің бір мәселесін айт. Видеода не үйренетінін айт. Нәтиже мен қызығушылық тудыр. Айтпақшы, жазылуды алғашқы 10 секундта сұрама. Видеоның осы жеріне жеткен адамнан мен енді жазылуды сұрай аламын. Себебі бұл арнада не айтылатыны, қандай құндылық берілетіні енді белгілі болды. Ал видеоның алғашқы 10 секундында ол белгісіз. Сондықтан мұндай өтініштеріңді видеоның ортасына немесе соңына қалдыр. Бесінші қате. Менің ең маңызды санайтын қатем, әрі қазақ каналдарынан да жиі көретінім. Серия логикасы жоқ, достар. Каналдың көже сияқты каналдары. Әр апта сайын мүлде басқа видео саласың. Bir видеода велосипед жөндейсің, bir видеода жүзу сабағы, bir видеода балық аулайсың, bir видеода влог, ойын каналы болсаң, бір қорқынышты видео, бірде PUBG, бірде басқа ойын. Тамақ каналы болсаң, бірде нан пісіресің, бірде десерт жасайсың, бір бетіңді көрсетесің, бірде көрсетпейсің. Осылай болғанда да YouTube'да көрермен де сенің каналыңды орналастыра алмайды. Біреу каналыңа кіргенде мынау пәленше канал дей алу керек. Ал сенің 10 видеоң 10 түрлі болса, оған жазылу да, видеоларыңды көру де өте қиын. Себебі адамдар неге жазылады? Сенің контентіңді ұнатады. Мен мұндай контентті көбірек көргім келеді деп жазылады. Бірақ жазылғаннан кейін сен оған мүлде видео ұсынасың. Сондықтан серия құр. Мысалы, менің каналыма қара, мен кіші каналдарды талдаймын. Тақырып пен обложка туралы тактика беремін. Толық YouTube контент жасаушыға керек дүние. Кейін үлкейгенде, белгілі бір аудиторияға жеткенде, басқа бағыттарға ауыса аласың. Бірақ өсу кезеңінде бұл ауытқуларды жасама. Каналды көжеге айналдырма. Енді жалпы жинақтайын, 5 қате. Тақырыбың тым жалпы, тақырыбың нәтижеде қызығушылықта уәде етпейді. Обложкаң тақырыппен бір нәрсені айтады. Алғашқы 30 секундың тым баяу. Және ең маңыздыларының бірі, каналыңда серия логикасы жоқ. Бір нәрсені байқадың ба? Бұлардың ешқайсысы алгоритм мені жек көреді деген мәселе емес. Бәрі өзің басқара алатын дүние. Тақырыпты өзгерте аласың, обложканы өзгерте аласың, кіріспеңді жылдамдата аласың, каналыңда серия құра аласың, видео идеяңды нақтылай аласың. Бұларды айту оңай, бірақ үйрену шынымен қиын. Айтсам да ұмытасың. Себебі бұларды үздіксіз қайталап отыруың керек. Ал сол 100 мың, 10 мың жазылушылары бар каналдар мұны енді қайталамайды. Өйткені олар бұл істің дұрысын үйреніп алған. Енді жақсы жаңалық, кіші канал болсаң, ең үлкен артықшылығың мынау. Өзіңді жетілдіретін орның көбірек. Сен өзгере аласың. Ал үлкен каналда өзгеру біршама қиынырақ. Үлкен каналдар кейде форматын да өзгерте алмайды. Сол бір видео түрін түсіруге мәжбүр. Ал сенің сынау алаңың кеңірек. Сондықтан 10 видео салдым, 30 видео салдым, 50 видео салдым, болмады деп ойлама. Бәлкім видеоларың өте жақсы шығар. Тек кішкентай орау қатесі бар шығар. Видеоң тамаша, тек кіріспең нашар шығар. Енді сені мынаны сұраймын, көзіңді жұм да видеоларыңды ойлап көр. Өзіңе мына 5 сұрақты қой. Біріншісі, менің видеом кімнің мәселесін шешеді? Екіншісі, тақырыбым көрерменге нақты уәде бере ме? Үшіншісі, обложкам 1 секундта түсінікті ма? Төртіншісі, алғашқы 30 секундта тура тақырыпқа кірдім бе? Бесіншісі, бұл түсірген видеом каналдың жалпы құрылымына, контент түріне сай ма? Осы 5 сұраққа адал жауап берсең, каналыңның неге өспей жатқанын өзің-ақ түсінесің. Қорытындылайық, бүгін біз каналдың неге өспейтінін теория жүзінде қарадық. Бұның бір қолданбалы нақты канал талдаған видеосы да бар. Оны экранның бетіне шығарам. Сол жерден көріп шығыңыз. Кіші каналдарды талдадық, ішінде үлкен каналдар да болды. Саған пайдалы болды деп ойлаймын. Видео көмектессе лайк бас. Бұл біздің арнамыздың дамуына көмектеседі. Арнаға жазылып ал. Ал қай қатені өзіңнен таптың? Комментке жаз, талқылайық. Келесі видеода кездескенше, Мәке блог YouTube'да дамудың жолын көрсететін арна.